Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. 3-ші сыныптың математика сабағы 109-ші сабақ. Үй жұмысын 1-ші тапсырмадан 10-ші тапсырмаға дейін бірге орындаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы разрядтағы аттамай 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша бөлу. Ұлы математиктер, сен үшін 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға бөлесің дейді бүгінгі сабақта. Жиындарға қара, әр жиынның тиесілі болуы мүмкін фигураларды таңда. Сол фигураларды жазылған әріптерді ретімен оқы. Сонда сен қандай диаграммаларға аты берілген ғалымның фамилиясын біле аласың. В жиыны элементтерін атап, тағы бір белгілі математик фамилиясын анықта дейді. Біріншіндегі жиында, А жиында бізде Эйлер деген сөз шығып тұр, ал В жиында Вен деген сөз шығып тұр екен. Міне атақты математиктер екен. Эйлер диаграммасы деген сіздер сабақтарда кейде қолданып жүрген болатсыздар. Осы ұлы математиктің тапқан жаңағы кестесі екен. Келесі тапсырма баған түрінде есепте дұрыстығын тексер дейді. Бұл жерде 323-ті 2-ге көбейтеміз, яғни бірлігіне бірлігін, ондығына ондығын, жүздігіне жүздігін көбейтіп шығаратын боламыз. 646-ға тең. 124-ті 2-ге көбейткенде 248-ге тең. 844-ті 2-ге бөлген кезде бірінші толымсыз бөлінгіш бізде 8, 8-дің ішінде 2, 4 рет бар. Одан кейін екінші толымсыз бөлінгіш 4-ті түсіреміз, 4-тің ішінде 2, 2 рет бар. 2 мен 2-ның көбейтіндісі 4-ге тең. Соңғы толымсыз бөлінгіш 4, 4-тің ішінде 2, 2 рет бар. 2-ні 2 өтеміз, 4-ге тең. Одан кейін бізде 482-ні 2-ге бөлетін боламыз. 480 бірінші толымсыз бөлінгішіміз 4, 4-тің ішінде 2, 2 рет бар. 2 мен 2-ның көбейтіндісі 4-ге тең. 8-ді түсіреміз, 8-дің ішінде 2, 4 рет бар. 4 мен 2-ның көбейтіндісі 8-ге тең. Одан кейін 2, 2-ның ішінде 2, 1 рет бар. Міне тексеріп осылай шығарып алатын боламыз. 231-ді 3-ге көбейткенде бірлігін бірлігіне көбейтіп, ондығын ондығына, жүздігін жүздігіне көбейтіп шығамыз. 693-ге тең. 663-ті 3-ге бөлген кезде 6-ның ішінде 3, 2 рет бар. 2-ні 3-ге көбейтеміз 6. Одан кейін екінші толымсыз бөлінгіш 6-ны түсіреміз. 6-ның ішінде 3, 2 рет бар. 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6. Соңғы толымсыз бөлінгіш 3-ті түсіреміз. 3-тің ішінде 3, 1 рет бар. Міне осылай мәні 221-ге тең деп жазатын боламыз. 3-ші тапсырмада амалдар бойынша баған түрінде есепте дейді. Бұл жерде 1000-нан азайтамыз, 32 мен 3-нің көбейтіндісін және 84 пен 2-нің бөлінісінің айырмаларын азайтамыз. Бірінші 32-ні 3-ге көбейте аламыз, 96-ға тең, 84-ті 2-ге бөліп аламыз, 42-ге тең, 96 мен 42-нің айырмасы 54-ге тең, 1000-нан 54-ті азайтсақ 946-ға тең. Келесі екінші амалды орындауда 124 пен 2-нің көбейтіндісіне 482 мен 2-нің бөлінісін қосамыз. 124 пен 2-нің көбейтіндісі 248-ге тең. 482 мен 2-нің бөлінісі 241-ге тең. Енді осы көбейтінді мен бөліндің мәндерін бір-біріне қосатын боламыз. 248 мен 241-дің қосындысы 489-ға тең болады. Ары қарай бізде 3-ші тапсырманы орындаймыз. Кестені пайдалана отырып, тура теңдіктер мен теңсіздіктер құрастыр дейді. Бұл жерде бірінші мәндерін тауып алғанымыз жақсы, сосын барып бір-біріне теңдік, теңсіздік құрастыра аламыз. 45 пен 3-нің бөлінісі тең, 200 пен 65-нің айырмасына. 300 пен 456-ның қосындысы артық 80 мен 4-нің көбейтіндісінен. 1000 мен 250-дің айырмасы артық 65 пен 125-нің қосындысынан. 400 пен 80-нің айырмасы артық 90 мен 25-нің айырмасынан. Ал 400 пен 80-нің айырмасы тең 80 мен 4-нің көбейтіндісіне. Міне осы теңдік теңсіздіктер құрастыруымызға болады. Келесі 5-ші тапсырмада есепте дейді. 32 мен 2-нің көбейтіндісі 64-ге тең. Ал 232 мен 2-нің көбейтіндісі 464-ге тең. Біздерде мына жоғарында 32, астындағы 232 болып жаңағы келіп тұр. Яғни жоғарда бірінші қатардағыны қарай отырып шығарып алуымызға болады. 62 мен 2-нің бөлінісі 32-ге тең, 464 мен 2-нің бөлінісі 232-ге тең. 41 мен 2-нің көбейтісі 82-ге тең, ал 341 мен 2-нің көбейтісі 682-ге тең. 82 мен 2-нің бөлінісі 41-ге тең, 482 мен 2-нің бөлінісі 341-ге тең. Міне осылай тапсырмаларды ары қарай қосып азайтуларды орындайтын боламыз. Келесі 6-шы тапсырмада салыстырамыз. 19 мм кем 2 см-дан, 47 см тең 4 дециметр мен 7 см-ға. 9 центнеріміз артық 90 кг-нан. 910 кг артық 9 центнер 1 кг-нан. 3 центнеріміз
бізде 3 центнеріміз тең. Бұл жерде кішкене семей қалып жатыр. Тең 360 килограммға. Одан кейін ең соңғысында да тең болады бізде 15 сантиметр тең 150 миллиметрға. Келесі тапсырма өрнектер бойынша есептер құрастыру. Мына жерде 3 кітап берілген, яғни бірінші кітап, үшінші кітапты алдық. Үшінші кітап бізде 2 кітаптан алынды, әрқайсысы 320 теңгеден. Екінші кітаптың 3 кітап алынды, әрқайсысы 120 теңгеден. 320-ны 2-ге көбейттік, және 120-ны 3-ге көбейтіп, олар қосқан кезде барлық кітапқа 1000 теңге төледі деп есепке сұрағына жауап бердік. Екінші ә бөлігінде тағы да біздер есеп құрастырдық. Бірінші кітаптан 2 кітап алынды, әрқайсысы 450 теңгеден. Екінші кітаптан 3 кітап алынды, әрқайсысы 120 теңгеден. Сұрақ, яғни бірінші кітапқа қанша теңге артық төленді? Бірінші кітап бізде 900 теңге тұрса, екінші кітап 360 теңгеге төленді. Сонда бірінші кітапқа көбірек ақша төленген екен. Бірінші кітап 540 теңге артық төленді деп сұраққа жауап беретін боламыз. Яғни біздер берілген өрнектер бойынша есеп құрастырып отырмыз. Келесі 8-ші тапсырмада теңдеулерді шешеміз. Y-ті бұл жерде күрделі теңдеу, Y қосу 30 пен 5-тің көбейтісі тең 450-ге. Жай теңдеуге айналдырып аламыз. Y қосу 150 тең 450. Y-тен 450 мен 150-дің айырмасы Y-тен 300-ге. 300-ге қосамыз 30 пен 5-тің көбейтісі тең 450-ге. 450 тең 450 деп жазатын боламыз. Келесі теңдеуде С-ға қосамыз 4 пен 25-тің көбейтісі тең 985-ге. Жай теңдеуге айналдырамыз. С қосу 100 тең болады 985. С тең 985 пен 100-дің айырмасы. С тең 885-ге. 885 пен 4 қосамыз 4 пен 25-тің көбейтісі 985-ге тең. 985 тең 985 деп көрсететін боламыз. Келесі үшінші теңдеуде В-ға көбейтеміз жақша ішіндегі 300 пен 250-дің айырмасын. Тең 550-ге. В мен 50-дің көбейтісі тең 550. В тең 550 мен 50-дің бөліндісі. В тең 11-ге. 11-ге көбейтеміз жақша ішінде 300 мен 250-дің айырмасы тең 550-ге. 550 тең 550 деп көрсететін боламыз. Келесі 9-шы тапсырмада амалдардың орындалу ретін анықта дейді. Баған түрінде жазып, оларды есепте дейді. Бұл жерде амалдардың орындалу ретін көрсетіп қойдым. Бірінші амал бөлу, екінші амал көбейту, сосын бір-біріне қосу. Оларды осы амалдардың орындалу тәртібі бойынша есептеп шығаратын боламыз. 864-ге 2-ні бөлеміз 432-ге тең, 121 мен 3-дің көбейтіндісі 363-ге тең. 432 мен 363-дің көбейтін қосындысы 795-ге тең. Мәні 795-ге тең деп жазатын боламыз. Міне қалған тапсырманы да осылай орындап шығамыз. Келесі 10-шы тапсырмада 2-ден 9-ға дейінгі сандарды пайдаланып тура теңдік шығатындай бос орындарды толтыр. Сандар қайталанбауы тиіс дейді. Сандар қайталанбауы үшін бізде 8 мен 4-тің бөлінісі тең 6 мен 3-тің бөлінісінде, яғни 2 тең 2 деп есептедік. Одан кейін 4 пен 2-ның бөлінісі тең 6 мен 3-тің бөлінісіне деп көрсеттік. Міне тапсырмаларды осылай шығарып алуымызға болады. Құрметті оқырмандар, біздің каналымызда тапсырмаларды орындау сіздерге ұнаған болса, тиімді болған болса, каналға жазылып, подписаться батырмасын басыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.